Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, жасалу жолы оңай, бір жасағаннан ақ керемет болып шығатын чебуректердің рецептімен бөлісемін. Сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама жазылмаған болсаңыздар жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыстық қайнаған суымызға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзы ерігеннен кейін ұнның үстіне құямыз. Ұнымызды електен алдын ала өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз. Суымыз ыстық болғаннан кейін бірінші қасықтың немесе осындай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Орташа қатылықта қамыр болады. Міне осындай орташа қатылықта қамыр шығады. Енді осыны целлофан пакетке салып, бетін жақсылап орап, 5-10 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Алдын ала қайнатылып піскен картоптың үстінен 50 грамм сүт құямыз. 50 грамм сары май саламыз. Менде қолдың сары майы. Бір шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық қара бұрыш саламыз. Қалауыңызша укроп және кинзаны ұсақтап турап салуға болады, көк пиязды салуға болады. Салмаса да болады, бірақ салса дәмі ерекше әдемі болып шығады. Енді картоп безетімен жақсылап езіп аламыз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Осы бөліктерімізді ұзынша етіп, тағы да ұсақ бөлшектерге бөліп шығамыз. Сосын қолымызбен дөңгелетіп шығамыз. Қамырларымызды дөңгелетіп болған кейін бетін осылай сүлгімен жауып қоямыз және біртіндеп үстелге ұн сеуе отырып жайып шығамыз. Жоқа етіп, барлық жерін теңдей етіп, дөңгелетіп жайып отырамыз. Неке осындай қалыңдықта жоқа етіп, дөңгелектеп жаямыз. Барлығын дәл осылай қайталаймыз. Енді салмасын салып шығамыз. Дәл ортасына саламыз. Бетін жауып, қолымызбен бірінші басып шығамыз. Одан кейін шанышқының көмегімен шетінің бәрін бекітіп шығамыз. Неке, дәл осылай барлығын қайталаймыз. Картопты қатты толтырып жібермейміз, пісіру барысында жарылып кетуі мүмкін.
Қызып тұрған майдың үстінен чебуректерімізді салып, енді пісіріп аламыз. Бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударамыз. Астыңғы жағы қызарды, енді екінші бетіне аударамыз. Біздің чебуректердің асты жағы да пісіп қалды. Енді майын әбден сілкілеп, қағаздың үстіне орналастырамыз. Осылай қағаздың үстіне қойсақ, майының бәрін өзіне сіңіріп алады. Дәл осылай барлығын қайталап қуырып пісіріп ала береміз. Осымен достар, біздің чебуректеріміз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Ыстықтай шаймен ішсеңіздер, керемет үйлесім табады. Жұп-жұмсақ, сырты қытырлақ болып шығады. Құрамына да көптеген зат қажет емес. Менің арнамда бұдан да бөлек керемет тәттілердің, торттардың рецепттерін таба аласыздар. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.